Ассаламағалейкум, YouTube көрермендер, сіздерге бүгін арнайы видео шығады. Именно Америкадан қалай машиналар келеді, біздің процесс. Білесіздер енді, мен соңғы кезде активно Америкамен айналысып жүрмін. Грузия емес, өйткені Грузияда, білесіздер достар, Грузияда дұрыс көлік тауып алу, өзіңе ұнайтын Carfax'мен тауып алу өте қиын. Сондықтан Америкаға көштік. Америкада өзіңіз таңдап алып отырасыз. Көріп отқандай, мынау біздің офис. Америкадан көлікті аламыз. Мына Грузияға келеді, Грузиядан ремонттап, Қазақстанға готовый қылып алып келеміз. Мынау енді біздің Ақтау қаласындағы ашылған офисіміз, кішігірім басталып жатыр. Міне мына Ильяс деген партнерім. Мынау Копарт деген осы сайттарда ойнаймыз, атақты сайттың бірі Америкадағы. Екінші сайт бар, EIA деген, үшінші соғылмаған көліктерді алып келеміз. Манхейм деген сайттардан. Отдел продаж, бидер. Осылай жұмыс жасап жатырмыз. Мінекей кофе ішіп жатыр, таң атпай достар. Руставиден қазір Потиға бара жатыр. Поти ол Грузияның Америкадан келетін порт қаласы. $1000. Ендеше достар, аукцион туралы толық ақпарат беріп кетеміз. Кім соңына дейін тыңдап көрген адамдарға 100 000 теңгелік сертификатымыз бар. Ол үшін до конца көру керек, және жақсы комментарий жазу керек. Достар, жалпы аукцион деген не, мысалы, ол туралы толықтай көрсетіп кетем. Ол жерден сіздер де мысалға өздеріңізге арзан көліктер алып, Қазақстанға келіп біз сияқты сатып, ақша табуға болатын жолдар өте көп. Ол ешқандай қиын емес, бізде обучение бар, өйткені бізде үлкен кісілердің өзі қазір обучение өтіп, осындай көліктерін алып, сатып, уже былай айтқанда колесаға салып, келе жатқан көліктерді сатып, уже ақша тауып жатыр. Сондықтан сізде осындай жұмыстарды істегіңіз келсе, қызық болса, көрсетейін екен жақта. Мынау енді бізде Копарт деген атақты сайттарымыз, көбісі осы жақта ойнайды, және интерфейсі барлығы кішкене түсінікті, орысшасы бар. Мынау біздің аккаунт, енді бізде қараңыздар статус. Выигранные лоты, біздер енді құр ауыз емес, қанша көліктер отқанымызды көрсетіп кетсек болады. Мына жерде 90 күнді қоямыз. Міне мысалы, екі уже графа болып кетті. Мына барлығы біздің отырып уже келіп, ішінде сатып жібергендеріміз бар. Екінші аккаунт бар, ол жақтан да 50 шақты көлік келді. Мына жерде қарап отырсаңыздар, мынау барлығы орысша түсінікті. Машина іздейтін болсаңыздар, мына жақтан келіп, поиск транспортных средств. Мысалы, камерге қарап көретін болсақ, 2013 2014 елік таңдаймыз да, мысалы. Дамақтары қандай удары болды, барлығын таңдау болады. Toyota қазір жазамыз. Марка Camry. Camry, кеттік, искать. Мынау енді көріп отқаныңыздай 812 результат бар, мына жерде 812 Camry 50 бар сатылатын. Бұл енді әрқайсысы әр уақытта сатылады, мысалы мына жерде қарасаңыздар, мына басындағылар 9 сағаттан кейін уже ойнайды. Мына купить сейчаспен $4000, $4000 деген плюс-минус 2 миллион теңге ғой. 2 миллион теңгеге сатып алуға болады дәл қазір. 3400, $3500 бар. Ашық қараймыз. Осындай ударымен тұрады, дәл қалай тұр, солай келеді. Біз дополнительно де тексеретін жолдар бар, ол барлығы айтылады, қалай-қалай болатын. Тоже XL, мынау еще кожаный, $3500 дәл қазір сатып алсаң. Купить сейчасты басып. Әртүрлі көліктер көп, осындай. Осы көліктерді сіздерде үйреніп, бұл жерде аккаунт керек, ең басты. Достар, ең бастысы сізге осы процесстерді айтып кетейін. Ең бірінші сізден сайттардан аккаунт ашу керек болады. Мысалға, Копарт дегеннен ашу үшін сізге нормальный аккаунт ойнау үшін, мысалға, $650 керек. Ал EIA деген аккаунт ашу үшін одан $1000. Примерно сізде миллионға жақын ақшаңыз шығады. Ал егер кімде жаңа айтқандай біздің осы видеоны соңына дейін көрсе, және дұрыс комментарий жазса, достар, 100 000 теңгелік сертификат береміз. Және қалай жеңіл ашу, арзан ашу жолдарын көрсетеміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Кеттік енді процесстер, егер сізде көлік ең бірінші аккаунт ашқаннан кейін көлік ұтасыздар Америкадан. Көлік ұтқаннан кейін біздің транспортный компаниямыз бар.
сіздің ұтқан көліктеріңізді Америкадан алады да сразу Грузияға алып келеді. Енді Грузияда екінші процесс порттан қалай көліктерді шығарып аламыз, одан кейін реэкспорт, Қазақстанға қалай реэкспорт жасаймыз, кімнің атына қалай жасаймыз деген. Одан кейін көліктеріңізді қай жерде жасаған арзан, Грузияда ма, Қазақстан ма, сол туралы түгел видео болады. Енді бұның барлығын айтып отпаймын, достар, біздер енді бүкіл процесс түсіріп алдық. Америкадан келген көліктерді қалай шығарамыз порттан, не істейміз деген сияқты. Бүкіл видеоны реально көріп кеттік. Влог на YouTube. В 6 утра мы выезжаем в город Поти. Поти, почему Поти? Поти. Не Поти, Поти, не бар. Дейсің отағат, алды болмай. Жұмбақ дейсің. Жауғаларымыз ыстық ұйықтаған кезде. Все снимаем на телефон. Достар, енді сіздерге тегін полезный ақпарат керек. Мысалға, Грузияға келесіз, Потиға. ГТЕ деген именно мынау порт. Сол келген кезде ГТЕ деген портқа. Осы жерде біздің Indigo Cars офис бар. Сол жерден осындай қағаз шығарып береді менеджерлер. Сосын өздері айтады, ана жерге барып, банк арқылы осы қазір 100 лари соны төлейміз. 100 лари төлегеннен кейін тағы дальше көрсете беремін сіздерге. Достар, енді мынандай инвойс шығарып береді, ана жерге барған кезде жаңа документті апарып қанша төлеу керек екені, порттың услугасы. Грузинский Сакартвело банктан төлеп жібереміз. Красивая девушка снимайте деп. Достар, міне 175 лари шықты порттың услугасы. Соны төлейміз, чекті алып, ары қарай барамыз. Так, төлегеннен кейін қайттан чекті мына қызға әкеліп тастаймыз вообще. 175 лари чек. Все, болды. Қазір машинаны сыртқа шығарып береді. Сыртқа болғанда бері қарай да, сол жерден алып кетеміз. Так, барлығын төлегеннен кейін, достар, жаңағы чекті менеджерге апарғаннан кейін осылай сыртқа шығамыз. Мен мына жақта машинамызды күтеміз енді. Кеттік. Алояларды қараңдар, достар. Бізде үйде горшокқа өсіп жүрсек, мына жақта гигантский ғой. Надан да үлкендері бар әлі. Қазір енді бірінші рет көреміз машинаны. Сүріп ба? Машинаны сіздермен бірге бірінші рет көретін боламыз, достар. Бар сияқты. Алып шығып кетеміз бұйырса. Негізі Грузияның ішінде 3 ай жүре алатын сондай нөмір тағып береді, пока реэкспорт жасағанша. Пока жүре беру болады. Мына қызбай тұрған сияқты бірге қараймыз енді, не болып тұрған. Так, документтер ішінде. Не қызбай тұр екен бұл? Қызып тұр бұл. Түрткеннен қызып тұр. Бамперлерін ішіне салып тастаған. Так, мынандай болып жатыр, іштері қолпырап, достар. Көлік қызып тұр енді, бензин аз екен. Полный комплектация ғой. Удар задний. Ал, достар, енді көлік бірге көріп тұрық, міне. Задний удар көріп тұрғаныңыздай. Мына жерден болған ғой. Фар, марка қараймыз, ішінде не бар, не жоқ сияқты енді бірінші рет көріп тұрмын. Так, мынау ашыла ма екен? Жалпы мынау әлі нең ішінде тұрмыз, жалпы порттың ішінде, терминалда. Телевизор жоқ. Так, есік ашып қараймыз, там бампер, пластмасс, там фара, мара, бірдеңелер көрініп жатыр ішінде енді. Дөңгелектер жақсы екен, тап-таза. Нөмір барлығы осылай ішінде тұрады, ішінде беріп жібереді. Нөмір тағып алып шығу керек болады. Енді ал жақтары түгел сап-сау, оригинал барлығы. Бирка бойынша, достар, 16 жылға плавающий сиденье, кілтпен қызап, 34 000 миль жүрген. 34 000 миль. Так, бағасы деген, здравствуйте. Да. Давид? Да. Здорово. Приятно познакомиться. Что по обычным? Машина одна? Только одну машину? Да, второй пока не платили. Ну, когда платят, то Гранд Чироки там вытащим. На, дөңгелек жел аз екен,
$7400 до пойти келіп тұр. Сразу можем сейчас выйти? Кондер ұрып тұр жігіттер. Аяғын желін үріп аламыз енді, дөңгелек дейді ғой. Маңғыстауда аяқ дейді. Жаңбыр жауып бастады ал достар, патырлап. Әдейін погода болып тұр, жаңбыр жауып. Жаңбырға қалып қоймайық тез-тез. Ё-мая, жалты ойнап тұр. Қалған достар, мына портта барлығы бар енді. Аккумулятор отырып қалса, аккумулятор қыздырып алуға. Жел беріп аламыз. Басқалар нормально. Мыналарын бір сыртқа шыққасын, барлығын бір қатырып аламыз. Жақсы барлық желдері. Ё-майо, әдейін погода достар. Дөңгелек жел ұрып алдық енді достар. Шәйлі бар жаққа барайық. Задний камера істемей тұрмай, е? Қарау керек екен. Ең бастысы қызып тұр достар. Қызып жүріп тұрса, ол деген бір бақыт қой. Жүрмей қалса жаман. Осы жерге келгеніңе жүрмей қалса өте қиын болады да. Не осы жерге келеміз, шығатын жерге. Вот чурут, вот вы где ты хотите, там сделать. Нөмірін қатырып аламыз, шықпастан бұрын. Мынау енді тоже транзит. Бірақ бұл Грузияның ішінде жүруге. Так, артын енді болтпен қатырамыз өзінің орнына да. Темір кеспеу үшін. Ал достар, енді транзит тақтық, бәрі дайын. Мына көлік Грузияға дейін $7500 келіп тұр қазір. Ал бұндай көліктер Грузияда минимум $12000 ғой. Көріп тұрсыздар, разница қанша? $3000, $1,5 миллион. Енді Америкадан ойнап ұтып алған өзімізге тиімді. Кімде Америкадан ойнау осылай қызықты болса, біз ұтып бере аламыз. Немесе өздеріңізге аккаунт ашып, өздеріңіз үйреніп алып, өздеріңізде ойнауға болады. Хабарласыңдар. Жалпы енді бұл салада қанша ақша табуға болады, айтып кетейін. Енді мен жасап жүргеніме көп болды, көлік алып сатып жүргеніме. Және осы сферада аккаунт ашып, екінші жағы бар, услуга жасап та ақша табуға болады. Мысалы, бір көлік сатып алып, ол көлік келмей жатып сатып жіберетін болсақ, біздер $1000 қосып сатасың үстіне. Мысалға, 10 күн, 15 күн, бір айда сатылады да, мысалға. Ол $1000 қосып жібересің. Ал көлік Грузияға келсе, егер Грузиядан уже Грузияның бағасымен сатасың. Ол кезде машинаның бағасына қарай, ол маркасына қарай, қымбат көлік болса, мысалы, $5000, $10000 дейін көріп сата бересің. Ал егер арзан көліктер болса, енді арзан болған сайын маржасы да арзан болады деген сияқты. Бұл жерде енді ақша табу жолы көп. Бұл сіз егер көлікті өзіңіз сатып алып, көлік сатуға ақшаңыз болмаса, просто бұл аккаунттарды ашып алып, өзіңіздің достарыңыз, таныстарыңыз, жұмыстарыңызға, мысалы, осындай менде бар, услуга предлагать етіп, мысалы, $150,000 каждыйдан. Және одан да көп табатын жолдары бар. Егер ол барлығы детально біздің жалпы курста айтылады. Біздің именно курстар бар. Осы аукционда қалай ақша табуға болады, қалай үйренеміз, қалай жаңағыдай алданып қалмауға түгел детально барлығы біздің курста айтылады. Достар, неге аукциондармен дәл қазір айналысу керек? Өйткені білесіздер, Грузия осыдан 3 жыл бұрын хит болған. Ол Грузияға да біз дәл уақытында бардық. Грузияда, в общем, былай айтқанда согының бәрін сықтық қой. Адамның барлығы қазір барып жатыр. Бірақ уже барлығы біліп алды, ол жақтан уже пайда аз. Ал именно Американың аукциондары дәл қазір тренд болып жатыр. 3 жыл бұрынғы осы Грузияның бастаған сияқты. Сол үшін сіздерде дәл қазір осы обучениелерді өтіп, үйреніп алып, түгел аккаунт ашып, жаңағыдай жұмыс бастап кету керек. Білесіздер, кез келген адам, найында жүрген адам, ол қосымша ақша тапқысы келеді. Кез келген адам ол барлығының табиғатынан ғой енді. Барлық Инстаграмдағы барлық нелер көріп жатыр, роскош, москош и дополнительно ақша тапқысы келеді. Дәл осы авто саласы Америкадан сондай мүмкіндіктер береді. Осыны ашып алып, движение жасап, ақша табу жолдарын істеу керек. Неге именно менің обучением? Өйткені біздер тек қана мен өзім ойнамайын, біз бүкіл командамыз көріп отқаныңыздай, бізде Қайрат деген жігіт бейдер, бұл енді айына 20-30 машинадан ойнайды, уже полный опыт бар. Бұл жерде енді капартта тек қана бүйтіп кнопка басу емес, достар. Ол жерде кукла деген нәрсе болады, алданып қалу болады, жаңағыдай шіріп кеткен машиналар соның барлығын қалай таңдау керек, сол туралы барлығы соображение болады былай айтқанда. Біз енді Әділ деген жігіт бар, тоже ол да көмектеседі. Бүкіл командамыз болып қосыламыз, және осы Қазақстан бойынша ең әдемі цена деп ойлаймын. Біздер конкуренттеріміз қарап отырық, ол жерде үлкен суммаларды айтып отыр. Сондықтан бізде енді бүкіл командамен уже
опыт былай айтканда 3 жылдан бері бар, қандай көліктер қалай өту керек түгел қыр-сырын білеміз. Бізде тағы да бір нәрсе бар, ол депозит төлемейсіздер. Көп жерлерде жаңағыдай $1000, $500 кеме депозит төлейді. Ал бізде барлығы договормен келісім бойынша без депозит. Енді оның алдында біз бірінші ағымымызды өткіздік уже, бірінші поток. Ол жерде 20 оқушылар келді, плюс-минус. Оның уже почти 80% көлік алды, каждый бір көліктен. Ну, кейбір оқушылар 3 көліктен алып, уже бір айдың ішінде осылдай движение жасап жатыр олай. Бізде енді обучение қалай жүреді деп ойласаңыздар, бізде онлайн Қазақстанның кез келген жерінен отырып, үйде отырып, бір жарты сағат уақыт бөлсеңіз, күніге бір жарты сағат уақыт бөліп отырсаңыздар, оны үйреніп ала аласыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Жаңа айтқандай, бізде обучениеде 40-40-тан асқан жігіттер де бар, олардың өзі үйреніп алып, жұмыстарын жасап жатыр. Онлайн болады, оған не керек десеңіз, ноутбук, екіншіден осындай соткіге де қойып бере аламыз. Соткімен де ойнай беруге болады. Ну, бірінші енді қол үйрену үшін тек қана ноутбуктан бастаймыз. Содан кейін барып, ол өйткені ол ответственный нәрсе, мынаяқтан басып кетуі мүмкін, мысалы. Балдар ойнап тастаса, ол жерде көлікті алу керек болады. Солай достар, егер де осы обучение, Америкадан көлік алып сату немесе осындай услуга біреулерге істеу, ақша табу деп қызықсаңыз, достар, біз нөмір қояйын, нөмірге шығыңыздар. Бүкіл толық информация сол жақтан ала аласыздар. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp бар, WhatsApp-тан сұрасаңыздар болады, достар.